Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағы. Балалар, ой қозғау сұрақтарына назар аударыңдар. Жол белгілері туралы не білесіздер? Мен жол белгілері туралы не білемін? Сұрақтардың жауабын инсерт кестесіне толтырыңдар. Балалар, берілген суреттерге назар аударыңдар. Ойлан, жұптас, талқыла. Суреттегі жол белгілерін сөйлетіп көр. Олар нені білдіреді? Жақсы балалар, ондай болатын болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыңдар? Өз ойларыңды ортаға салыңдар. Тамаша балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы көлік және жол белгілері деп аталады. Оқу мақсаты мәтіннен ақпаратты анықтау, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау. Бағалау критерийлері мәтін мазмұнын түсінеді, мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтайды. Балалар, сендерге тыңдалым мәтінін ұсынамын. Тыңдалым алды сұрақтарға назар аударыңдар. Жол белгілері не үшін керек? Егер жол белгілері болмаса, не болар еді? Жол белгілері нені білдіретінін білесің бе? Ондай болатын болса, балалар, мұқият жол белгілері және жол таңбалары тақырыбындағы мәтінді тыңдаңдар. Жорған сұрақтарға жауап берейік. Оқиға қай қалада орын алды? Ол күнгі қарбалас қалай сипатталады? Бейнебаянның басты кейіпкерлері кімдер? Руби мен Дони қайда бара жатыр еді? Жаяу жүргіншілер жолмен жүрмегенде қандай жағдай орын алуы мүмкін? Адамның сатыға шығып бара жатқаны сияқты белгі нені білдіреді? Трамвай және автобус аялдамасы белгісінің қандай айырмашылықтары бар? Автобус неге өзінің күнделікті жолымен жүрмейді? Жол жүру ережелерін бұзудың салдары неге соқтырады? Сабаққа кешікпеу үшін көшенің келесі бетіне белгіленбеген жерден өтуге бола ма? Неге? Донидің іс-әрекеті бүкіл мектепке айтуға лайық па? Неге? Бейнебаяннан Руби мен Дониді қандай адамдардан екенін білеміз. Балалар, қазір сәйкестендіру тестін орындайық. Анықтаңыз. Мәтіндегі негізгі
және қосымша ақпараттарды анықтаңыз. Негізгі ақпараттарды бос тор көзге жазамыз. Қосымша ақпараттарды келесі бос тор көзге жазамыз. Балалар, insert әдісі арқылы бүгінгі сабақтан алған білімімізді тиянақтаймыз. Мен білемін, мен білдім, менің білгім келеді.